Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің күн тәртібім. Бүгінгі сабақта біз күн тәртібі туралы айтуға үйренеміз. Оқыған материал бойынша сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Жаңа сөздер. Жаңа сөздермен танысайық. Менімен бірге оқып, қайталап, сөздік дәптерлеріңізге жазыңыздар. Күн тәртібі. Распорядок дня. Таңғы ас. Завтрак. Түскі ас. Обед. Кешкі ас. Ужин. Жаттығу жасаймын. Делаю зарядку. Ұйқыдан тұру. Просыпаться. Ұйықтау. Ложиться спать. Есте сақта, запомни. Тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание существительных. Бірінші жақ. Менің күн тәртібім. Мой распорядок дня. Екінші жақ. Сенің күн тәртібің. Твой распорядок дня. Екінші жақ. Сыпайы түрі. Сіздің күн тәртібіңіз. Ваш распорядок дня. Үшінші жақ. Оның күн тәртібі. Его, ее распорядок дня. Ребята, обратите внимание на слово тәртіп, порядок. Когда слова заканчиваются на букву «П», если к нему присоединяется окончание, которое начинается с гласной буквы, то «П» переходит в «Б». Тәртіп, тәртібі. Менің күн тәртібім. Тыңда, оқы, қайтала. Прослушай, прочитай, повтори. 76-шы бет. Сағат 7-де ұйқыдан тұрамын. 7:00 просыпаюсь. 7:30-да таңғы ас ішемін. 8:00-де мектепке барамын. Сағат 12:00-де түскі ас ішемін. 14:00-де кітапханаға барамын. 15:00-де шахмат ойнаймын. 16:00-де үйге барамын. 17:00-де сабақ оқимын. 19:00-де кешкі ас ішемін. 20:00-де анама көмектесемін. 21:00-де теледидар көремін. 22:00-де ұйықтаймын. Оқылым. Екінші тапсырма, 77-ші бет. Оқы, прочитай. Мынау менің күн тәртібім. Мен 7-де тұрамын. Жуынамын, жаттығу жасаймын. 7:30-да таңғы ас ішемін. 8-де мектепке барамын. 1-де түскі ас ішемін. 2-де кітапханаға барамын. 3-те кейін шахматқа барамын. 7-де кешкі ас ішемін. Кешке сабақ оқимын. Теледидар көремін. Айтылым. Үшінші тапсырма, 77-ші бет. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Әлібек 7-де не істейді. Ол нешеде тамақ ішеді. Ол нешеде кітапханаға барады. Ол қашан ұйықтайды. Орында. Екінші тапсырма, 77-ші бет. 76-ші беттегі кестеге қарап, өз күн тәртібің туралы айт. Расскажи о своем режиме дня, опираясь на второе тапсырма, страница 77 и таблицу на странице 76.
Отправить голосовое сообщение учителю. Рефлексия. Түсіндім, понятно, сұрағым бар, есть вопрос. Түсінбедім, не понял. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.